Бағдарламаның басты демеушісі Молапорт. Бүгінде әлеуметтік желілерді үлкен кішінің бәрі қолданады. Тіпті кітап түгілі теледидардың да орнын ауыстырғандай. Ал графиктері тығыз әншілер әлеуметтік желілерді қалай қолданады? Бүгін жердегі жұлдыздарымыздан осы туралы сұрап көрейік. Әлеуметтік желі деген шынымен де қазір әлеуметтік желі арқылы елді шулатуға да болады. Енді барлық жағынан әлеуметтік желі қазір енді алдыңғы орындарда тұр. Сондықтан да мен ойлаймын, қазір өзім әлеуметтік желіде Instagram парақшасында ғана өзім отырам, бірақ ВК және ВК желісінде мен өзім отырмаймын, және де менің фан-клубтар бар. Сол фан-клубтар өздері бір болып жатқан концерттер болсын, болмаса бір бағдарламаларға арнайы барған түсірілімдер болсын, олар өздері іздеп жүріп, өздері арнайы сол өздерінің фан парақшасында жариялайды. Бірақ менің өзім тек Гүлнұр Оразымбетова деген өзімнің Instagram парақшасында ғана отырам, басқа желіде отырмаймын. Ал парақшаңызға жазылған сын пікірлерді қара комментарийларда қалай қабылдайсыз деген сауалға Гүлнұр ханым кесіп жауап берді. Мен өзімнің Instagram парақшамда сондай сын жазған кісілерді қара тізімге жіберем. Себебі мен өзімнің жеке парақшам болғаннан кейін ол парақшада мен сондай бір жағымсыз, жаман, қара пікірлерді мен қалдырғым келмейді. Себебі ол менің ғана парақшам. Сондықтан да ондай жаман сөзге, ғайбат сөзге менің парақшамда орын жоқ. Музарттық Сәкен Майғазиев әлеуметтік желілерді уақыт өткізу үшін қолданатынын айтады. Я, біз Майғазиев мырзаның уақытты өткізе алмай жүргенін білмеппіз. Бос кезде қолданам, жасырмайым. Неге десеңіз, уақытты өлтіруге жақсы. Мысалы, осындай музыка жан-жақтан қатты шумның кезінде, қатты шудың кезінде сен басқа бір кітап оқуға да, басқа да бір айталық Құран жаттауға, болмаса сүре жаттауға, хадис оқуға мүмкіндік бермейді. Сол себепті көбіне әлеуметтік желілерді парақтап отырамын. Ал Музарттың кенжесі Кенжебек Жанабілов желілерді жиі қолдануға үлгермейтінін айтады. Дегенмен, анда-санда болса да кіріп тұратынын жасырмайды. Әлеуметтік желіге анда-санда бір мен көп те кірмеймін, бір көп болса бір 3-4 күн, 4-5 күн ғана арасын созам, сосын бір салып қоямын. Шынымды айтсам, жаңалықтарды көп тыңдап отырам, өзіміздің жаңағы қоғамда не болып жатыр деген сияқты. Сосын өзіме жаңағы ән жағынан, я болмаса өзіме керек білімдердің бәрін алу үшін интернетке кіріп, көбінесе сол жағына көңіл бөлемін. Тіпті Кенжебектің оқырмандары тікелей байланысқа да шығып, отбасы туралы сұрап тұратын көрінеді. Отбасыңыз салмайсыз ғой дейді, көрмей өтіп кете береді ғой деймін. Біреулер бар ғой, бір күнде 4-5-5-6 сурет салатын. Мен бір сурет саламдағы онаны менің парақшама жетем дегенше қаншама адам салып қойды ғой менен бұрын. Соған жете алмай, соны көре алмай қап, сіз кейін кезде көп салмай жүрсіз деп қояды да, мен айтамын да, мен салдым ғой жақында ғана. Ал жаңа буын өкілдерінен Black Dial тобы желіге тіпті ерекше мән беретіндерін айтады. 3 тілде жүргізіп, Instagram парақшаларына жазушыларының көбеюіне әрекет етеді екен. Бізге интернет желісінде келіп атқан, яғни Instagram немесе YouTube парақшаларында, ВКонтакте желісінде көптеген пікірлер қалдырады. Бұның бәрі бізге маңызды, біз барлығын оқимыз. Ал Instagram желісіне келетін болсақ, біз әр жұмысымыздың өзінің кестесі бар. Арнайы сол Instagram желісіне деп арнайы бір уақытымызды бөлеміз. Ол жерде біз 3 тілде жүргіземіз, яғни ағылшын, орыс тілі және қазақ тілінде. Міне, барша жанның уақытын ұрлаған әлеуметтік желілер өнер адамдарында тәуелді етіп барады. Байқағандарыңыздай, шоу-бизнес өкілдерінің басым бөлігі тек Instagram парақшасын жүргізеді. Ал сіз басқа желілердегі фан парақшаларға алданып қалмаңыз. Әнші Серік Ибрагимов тағы да үйленді. Бүгінде көп әншілер үйленгенін жасыратыны белгілі. Жеке өмірін құпия ұстап, тыңдармандарын жоғалтып алмауды ойлайтын көрінеді. Дегенмен, ақ некенің жария болғаны дұрыс. Қуанышты бөліссе көбейеді емес пе? Былтыр ғана үйленіп, дүркіретіп той жасаған әнші жақында ғана әке атанған еді. Ал кеше ғана үйлендім мен деп жар салып, ән шырқап, бейнебаян түсіріпті. Әнші Серік Ибрагимов үйленгеннің жақсы екенін айтып, барлығын үйленуге шақырады. Ал бейнебаян құтты болсын дейміз.
тургундары мен кала конактары үчүн Амуре Фест кеши жалгасууда. Бул жолу казак эстрадасында кадам басып келе жаткан Туркиз тобу өнер көрсөтүп, Амуре мейрамканасынын келүүчүлөрүнө әннен шашу шашты. Всегда приятно выступать. Әр қашан осындай жерде өнер көрсеткен тіпті басқа. Мұндай кезде әртіс халыққа өте жақын болады, энергетика бөлек бөлінеді. Оның үстіне бүгін сондай керемет кеш болып тұр. Адамдар да позитивті толқында, керемет әсерде жүр. Біз сияқты жас әншілерге мұндай шаралар, мұндай кештерде ән айту үлкен тәжірибе береді. Сол үшін қуана келеміз. Амуре Фест конактары мен уюмдаштыруучуларына да күтпеген тосын сый. Туркиз тобунун кыздары эл эстемеген суу жаңа әндерин орындап кубантты. Сегодня была исполнена нами наша новая песня. Біз мұнда Амуре Фестте әлі ешкім естімеген жаңа әнімізді орындадық. Амуре Фесттің қонақтарына бонус тосын сый болды деп ойлаймыз. Ал бұл әніміздің ресми орындалуы қыркүйек айында өтетін Еуразия сыйлығы шарасында орындайтын боламыз. Қандай ән екені әзірге құпия. Ал Амуре Фест кешин уюмдаштыруучулар да карап отурган жок. Алда сиздерди керемет концерт күтүп тур дейт. Ну что ж, дорогие друзья, вот мы... Міне құрметті достар, біз сіздер үшін Амуре Фестті жалғастырудамыз. Бүгін сіздер Туркиз тобының аруларын тыңдадыңыздар. Сол жаңа әннің алғашқы тыңдармандары өздеріңіз болдыңыздар. Алда сіздер үшін жанды дауыста өтетін гала концертті дайындап жатырмыз. Біздің жаңалықтарымызды бақылап жүруді ұмытпаңыздар. Сонымен Амуре мейрамкана комплексі әр аптаның жұмасында сіздерді күтет. Музон арнасы да сіздермен жүздесуге асық. Амуре Фестте кездесейік. Бағдарламаның басты демеушісі Мола Порт.